Нұрбек Мырзабекұлы, трейдер күнделігі. Біздің күнделікті жұмыста қылмыспен күнәнің сан түрін көресің. Соңында бойың үйреніп селтетпейтін боласың. Адам өлтіріп кетіпті, ұрлық, тонау, төбелес десе, дейсің. Әлемде қылмыспен күнәдан тұратын сияқты. Адамға сенуден де қаласың. Ішіңді күдік жайлап алғаны сонша сенем дейтін не сенуге тұратын адам болса да іштей сенбей тұрасың. Бүгін тағы бір адам өлімі. Таңға жақын кезекші бөлімнен қоңыраулатып хабар жіберген, шайын да ішпестен асығыс жеткенде көргені айналасы қанға боялған ет бетінен жатқан мәйіт. Түрін тану мүмкін емес. 12 қабатты тұрғын үйдің алдындағы тас жол үстінде жатқанына қарап биіктен құлағанын байқауға болады. Майор Бауыржан Сержанұлы айналаны бақылап көрген білгендерден сұрастырғанымен еш ақпарат болмады. Тек 9-шы этаждағы анау пәтердің терезесі ашық тұрғаны күдік тудырып тұр. Тұрғындардың айтуынша онда жалғызілікті жас жігіт тұрады. Есігін қағып көргенмен ешкім ашпаған. Пәтерді базадан тексеру арқылы иесі Арынғазы Жолдас деген кісі екенін анықтады. Отбасы 2 баласы бар. Қайтыс болған ол емес болып шықты. Пәтерін 1 ай бұрын жалға берген. Есімі Жақсылық, жасы 25-26-ларда болар деп күмілшеді. Пәтер ақысын 2 айға бірден төлеп тастаған. Мәйітті көргенімен тани алмады. Сот медициналық сараптамаға жіберілген соң пәтерді тінтуге рұқсат алып барлығын қарап шыққан. 1 бөлмелі пәтер, ескілеу диван, кеңес үкіметінен қалған сүйегі ауыр шкаф, 2 орындық пен үстел. Назар аударған нәрсе үстел үстіндегі блокнот, қалам, қобыздың мүсіні және пистолет. Ас үйіндегі үстелде 2 стақан тұрғанына қарағанда 2 адам болған сияқты. Блокнотты ашқанда күндер қойып күнделікті жазғаны байқалды. Абайлап алып, барлығын тексеруге жіберіп, блокнотты оқуға ап қалған. Қазір соны оқып, зерттеп отыр. 25 қыркүйек 2021 жыл. Бұл күйге қалай түскенімді өзімде байқамадым. Егер дергесінде өзіңді қолға алмасаң кері кету оп-оңай. Қазіргі күйім айдалада қалып қойған қыстау тәрізді. Төбесі ортасына түскен, қаңырап бос қалған. Өлтірмейтін бір үміт қана алға сүйреп келе жатқан. Қазір басымда 15 миллион қарыз, не дос, не жақыным жоқ. Менің қатарластарым үйленген, балалы шағалы, жұмысы үйі бар. Менің жүрісім мынау. Суға кеткен тал қармайтынның кері. Мұңымды тыңдайтын сен ғана қалдың қобызым. Ысқышты қолыма алып, күй тартпағалда біраз болыптау. Дүние боқтың соңында жүріп, боққа батып, сенің өніңді де ұмыта жаздаппын. Қасқайып алдымда тұрғаныңа қуанамын. Ысқышты алып, қара кемерді аңырататын да күнде туар. 27 қыркүйек 2021 жыл. Талай нәрсенің басын шалып көрдім. Трендте жүрген кәсіптің, істердің біразының дәмін таттым. Сөйтіп келгендегі қазіргі аялдамам трейдерлік. Бұл өзі қызық әлем. Өзіндік заңдары, принциптері бар. Нарық өте қатал, аямайды. Бірақ жолың болса, жомарттығы да бар. Қазір 2-ның бірінің аузында жүрген биткоин, криптовалютаны алып сату арқылы сауда жасаймын. Енді ғана пайда болған соң ба өте тұрақсыз. Тез өседі, тез түседі. Трейдерлердің ең қатты күтетіні памп. Бұлайша айтқанда, бағаның бірден шарықтап 10, 100, 1000 есеге дейін өсіп кетуі. Бұған қарама-қарсы дамп деген бар. Бірден бағаның құлдырап кетуі. Өмірде бұларға мысал көп. Аяқ астынан танымал болып, табысты болып төсектен тұрып жатқан жандарды естіп жатамыз. Немесе бір-ақ күнде бәрінен айырылып, сан соғып жатқандарды да кездестіруге болады. Өмірдің өзі памп пен дамп. Дамп болғанда да жақсы табыс табуға болады. Егер фьючерстік сауда жасасаң, баға өседі. Памп болады немесе баға түседі. Дамп болады деп бәс тігіп, айтқаның дәл шықса, пайдаға кенелдің дей бер. Ол жерде бағаның өсуін лонг дейді, ал бағаның түсуін шорт дейді. Егер лонг деп бәс тігіп, дәл шықса, пайдаласыз. Лонг болмай шорт боп шықса, ақшаңыздан айырыласыз. Дәл сол жерде шорт болады дегендер пайда тауып кетеді. Трейдерлерді меніңше лонгистер мен шортистер және бейтараптар деп бөлуге болады.
Өмірмен салыстырып қарасаң, лонгистер біреудің көтерілгенін өз пайдасына жарататындар, шортистер біреудің құлағанын пайдаланып кететіндер. Бейтараптар балуанға оңы не сол не дейтіндер. Лонгистер баға өскенін күтетіндіктен позитивке жақын ойлайтындар. Шортистер негативті іздейді. Қаскөйлеу жандарға ұқсатамын. Мен танитын адамдарды осы 3 топқа бөлемін. Қолымдағы ақшаны 15 есе өсірсем, қарызымнан құтылады екем. Сәттілік тілеймін өзіме. Ғайыптан тайып, 15 есе өтіп кететін мүмкіндікке тап болсам, қобызым. 30 қыркүйек 2021 жыл. Бүгінгі күнім ауыр басталып, жеңіл бітті. Қарызым бар 2 адаммен жолықтым. Біреуіне 2 миллион, екіншісіне 5 миллион қарызбын. Жағдайымды айттым, түсінген сияқты. Желтоқсанның аяғына дейін қайтаратын болып келістім. 3 адаммен келесі апта жолығатын болып келістік. Оған 8 миллион қарызбын. Енді жоспар құрып нақты ережелер жасап алу керек. Әйтпесе өзімді де, қазір бар ақшаны да жоғалтуым оп-оңай. Сауда жасағанда эмоцияңды бақылап жан-жақты қарап отырмасаң қиын екен. Бастағанда қалтамда 2 миллион бар еді, қазір жартысын жоғалттым. Енді қалғанын аман сақтап әрі көбейтіп қарыздарды толық жабу керек. Қобызым, қалай жоғалттың дейсің бе? Лонг деп қойсам шорт болып шығып, шорт деп қойсам лонг болып шығып, сілікпемді шығар демес бе? Бір 100 000 теңге ликвидацияға тап болып жоқ болды. Егер айтқаның дәл болмай, сомаңның 80%-дайын жоғалтқан болсаң, бірден ақшаңды тартып алады. Отырасың сосын, бармақ сорып, түгі жоқ. 100 000-ды солай жоғалттым. Қалғандары тіккен бәсімнің кейде 20, кейде 30%-ын жоғалтумен азайып қалды. Өткенде 3 миллионға аз ғана жетпейтін сомаға дейін ақша жиғанмын. Азарт сияқты нәрсе болғандықтан арнайы ереже және көңіл-күй тұрақты болуы маңызды. Сөйтіп, енді қалған 1 миллионды осы жолмен 15 миллион қылып бәрінен құтылып тыну керек. Басқа жол таппадым. Солай қобызым. Сырттан қараған адам жынды деп ойлайтын шығар. Мүсінмен сөйлесіп, күбір-күбір етіп отырғанымды көрсе. 5 қазан 2021 жыл. Бүгін сәтті күн. Соманы 300 000-ға көбейттім. Әлеуметтік желіде трейдерлер отырған топқа қосылып, солардан алған сигнал бойынша әрекет етемін. Яғни мынау өседі, мынау түседі дегендей. Олар терең анализдер нәтижесінде жасалады. Сатып алатын баға мен сататын бағаны анықтап аласыз. Әрдайым баға өсіп, түсіп тұратындықтан өссе, лонгистер қуанады, түстенген шортистер қуанады. Біреудің қуанышы біреуге бақ, біреуге сор. Кейде графикке қарап түйсігіме сүйенемін. Бәрі сонда да сәтті шықпай жататын кез болады. Әлде ондай сәтте қайсы түйсік, қайсы өзіңді алдау екенін ажырата білу керек сияқты. Негізі қарап отырсаң, Құдай бізге үнемі сигнал жібереді. Былай жүр, былай бас, былай істе, былай істеме деп. Соны дер кезінде қабылдай алуың керек. Ережелер әлі жазбадым. Миымда тұр. Әрі ол ережелер күнделікті өмірде пайдаға жарайтын ережелер. Жазып қойып жаттап алу керек. Солай қобызым. Бір күні жазамын. Қазір ұйықтайын. 12-ден асып кетті ғой. 7 қазан 2021 жыл. Бүгін сериал көруді бастадым. Әлем желіні шулатып жатқан Игра в кальмара. Күлкім келді. Өзімді көрдім. Бас кейіпкердің бірі фьючерстік саудада триллиондаған ақша жоғалтқанын айтқанда өзімнің миллион жоғалтқаным есіме түсті. Қарап отырсаң, өмір ойын, қобызым, қатыгез ойын. Ақыл, айла, сенімділік, эмоцияңды бақылау сені жетелейтін құрал болуы керек. Бүгін соманы 1.700.000-ге апарған ем, бір бәсім қате шығып 200 000 жоғалттым. Сәл де болса алға жылжып келеміз, қобызым. 10 қазан 2021 жыл. Бүгін соманы 2.150.000-ға жеткіздім. Тезірек жинап құтылсам екен, қобызым. Әйтпесе моральдық тұрғыдан қатты шаршадым. 16 қазан 2021 жыл. Бүгін махаббат жайлы ойландым. Біздің махаббат деп жүргеніміз нәпсінің жақсы көруі ғана. Қобызым, сен қазір менімен келіспессің. Мұны мойындау маған да ауыр тиді. Шын махаббат көрінісін дәл сипаттаған ешкімді білмейді екем. Сәтсіз болған махаббаттарымнан түйгенім
осы. Шын махаббат эмоционалды болмаса керекті. Бізде бары эмоция ғана. Эмоция жануарда да бар ғой. Біз сан арқылы сүюіміз керек. Жануардан артық жеріміз сол емес пе? Сөйтіп тұрып, эмоцияға ерік береміз. Солай қобызым. Айтпақшы, соманы 2.320.000-ға жеткіздім. 20 қазан 2021 жыл. Еркектер жыламайды. Біздің қоғамда қалыптасқан қате стереотип. Өй, жігіт емессің бе, жылама деу арқылы сезімін шектейміз. Сезімі шектелген соң жанына батқан жағдайлар іште шер боп қатады. Құдай көз жасын сол шерді жібітуге берген жоқ па? Еркекте адам, ол да жылайды. Мен де жылайтын сәттерім көп. Құдайдан басқа ешкімге көрсетпедім. Еркектің жылауы қалыпты нәрсе, ол робот емес, онда жан, жүрек бар. Қатқан шері жібімеген еркекте қатыгездік шығады. Ал сендер қатыгез еркектер қайдан шығады деп бас қатырасыңдар. Бүгін соманы 2.980.000-ға жеткіздім. Алға жылжып келеміз, қобызым. 22 қазан 2021 жыл. Қуанғанда ес деушмет, қобызым, қуануды да ұмытып қалғамыз-ау деймін. Бүгін соманы 4.200.000-ға жеткіздім. Жақындап келеміз. Айтпақшы, ертең 3-ші қарыз болған адаммен кездесемін. 23 қазан 2021 жыл. Әлі қалтырап тұрмын. Қол аяғым өзіме оңайлықпен бағынбай дір-дір етеді. Түрімді көріп шошып кеттің бе, қобызым? Не болды дейсің бе? Әлгі кісімен кездесуге барғам. Түсінер деген үмітімді сүйреп жеткендегі көргенім қоқан лоқы. Оның үстіне маңдайыма пистолет тірегенде жаным көзіме көрінді. Қорыққанымды білдірмеуге тырыссам да жүрегім тас төбеме шықты. Әрең тілге келіп, желтоқсанның 18-і беруге көндірдім. 19 желтоқсан Америкаға жол жүреді екен. Ажалмен араңда бір-ақ секунд бөліп тұрса, зәрең зәр түбіне кетті деген сол екен. Тезірек құтылсам екен, 3-4 есе өсетін сигнал қарайықшы, бәрін соған тігіп жіберейін. Тапқан сияқтымын. Тәуекел, бірнеше есе өсіп кетсе екен. Құдайым, бере көр. Есік қағылды да, ашаң жүзді арық келген лейтенант Сәлім Қаратайұлы кіріп келді. Рұқсат па, майор? Рұқсат. Пәтерде тұрған адамның кім екенін анықтадық. 1993 жылы Жезқазған қаласында туылған Жақсылық Сапарұлы. Жасы 28-де, үйленбеген, жұмыссыз, мамандығы қобызшы. Бұрын сотталмаған, деді де, ақпарат жиналған папканы үстелге қойды. Жақсы, рахмет. Сот медициналық сараптамасы дайын ба? Ертең дайын болады. Туыстарын таптыңдар ма? Хабар бердіңдер ме? Я, ағасы келді, бірақ мәйітті тани алмады. Мәйітті ешкім тани алмады. Бірнеше ДНК сараптамасын жасату керек. Соны қолға алыңыз. Құп болады. 25 қазан 2021 жыл. Қырсыққанда қымыран ерейді. Кеше эмоцияда тұрып саудаға кіріскенімнен бүгін біраз сомадан айырылдым. 4.200.000-нан енді қалғаны 1.600.000. 1 миллион теңге ликвидацияға ұшырап кетті. Уақытында саудан жабуым керек еді ғой. Айырылғың келмей күтесің, соңында бәрібір айырылып тынасың. Ережені жазып, соны ұстаншы, өтініш, құрып бара жатсың, өмір аямайды сені, бекем болшы. Сабыр. 1 қараша 2021 жыл. Қолымды тас төбеме қойып безіп кеткім келеді. Өмірден баз кешіп, өлім туралы ойлар санамды торлай бастады. Мен өлімнен қорқпаймын. Өлім туралы айтса, жиырыла қалатындар түсінбеймін. Түбі өліміз ғой. Қорқудың қажеті қанша? Тек ақ өліммен өлуді нәсіп етсін де. Құдай тілегімді естіді ме, бүгін 2 есеге өсірдім. Сонымен 3.300.000 болды. 9 қараша 2021 жыл. Бүгінде өлім туралы ойландым. Адам өлім емес. Адамдардың ішінде өліп кеткен талант жайында. Мынау жүрген адамдардың ішінде қанша ақын, суретші, ғалым, спортшылар өліп кетті. Бала кездегі армандары далада қалып, сүреңсіз өмірдің ағысымен қаншама талант өліп кетті.
Қобызым, сенің үніңді әлемге танытамын деген арман әлі де бар. Анау аяқ астынан танымал болып кететіндер сықылды, мен де сенің қоңыр үніңді сызылтып атып шықсам ғой. Осы тұста да памп болып, құдіретті үніңді құлақтарға жеткізсем ғой. Бүгін соманы 5.180.000-ға жеткіздім. Мына жолдар майордың санасын сілкіп өтті. Бала кезіндегі бокстан әлем чемпионы, олимпиада чемпионы болам деген арманы есіне түсті. Бекзат, Гермахандар дүрілдеткен сол жылдары бұл залдан шықпайтын, бар жоғы 15 жастағы бала кетті. Балалар арасында ел Азия чемпионаттарын 2-3 жылда бағындырып, ересектер додасына да қосылып кеткен. Әу баста тәжірибесіздігінен жеңіліс болғанмен шыңдала түсті. Азия чемпионатын жеңіп, енді әлем чемпионатына, әр жағында олимпиадаға дайындалып жатқан тұста көзі көрмей бастады. Дәрігерлер дереу ота жасау қажет деп, одан соң жарысқа шығуына да тыйым салған. Сөйтіп, қол созым жерде арманынан бас тартуға тура келген. Қой, қалған ертең оқиын, деп ойлады да жиналып үйіне қайтқан. Алдынан жүгіріп шыққан қызын иіскеп, бәрін ұмытқандай болғанмен, түнде күнделіктегі жазбалар қатты ойға батырған. Өлген адам сол жігіт пе? Қарыз болған адамдары кімдер? Анықтау керек. 19 желтоқсандағы рейстерді тексеру керек. 15 қараша 2021 жыл. Бүгін ережені жаздым. Тәуекелдерді бағалай біл. 2. тоқтайтын жеріңді анық біл. 3. Өкініш бойыңды жайлап алмасын, ақша жоғалтқанда. 4. Қорқыныш, сараңдық, аш көздік сезімдерінен құтыл, бақылап отыр. 5. Жүйе жасап ал. Өмірдің өзі жүйеден тұрады. 6. Қосымша хоббилармен айналыс. Әсіресе спорт. Әйтпесе моральдық тұрғыдан шаршай бересің. Одан құтылу жолы спорт. 7. Денсаулыққа көңіл бөл. Бүгін соманы 9.900.000-ға жеткіздім. Жақындадық, қобызым. 28 қараша 2021 жыл. Бүгін соманы 12.200.000-ға жеткіздім. Аз қалды. Енді 15-20%-ға өсірсем болды. Жақсы бір сигналға тап болсам екен. 10 желтоқсан 2021 жыл. Күткенім осы мед, қобызым. Сәл ғана қалғанда бұл қалай болғаны? Мына терезеден секіріп кетсем бекен. 12 миллионнан қалғаны 500.000 ғана. Таз қалпыма қайта түстім бе енді, жеттім дегенде. Сабыр, сабыр. Бір жол болу керек қой. Жаңа шыққан жобалар биржаға шыққанға дейін бағасын төмен ұсынып жататын сәттер бар емес пе? Биржаға шыққасын кемі 3 есе, жақсы болса 1000 есе өседі. Танымал биржада 14 желтоқсан болатын жобаға 120.000-ды жұмсайын. Қалғанын фьючерсте саудада бола берсін. Тәуекел, қобызым. 14 желтоқсан 2021 жыл. Тәуекел жасап ол ақталса қандай қуаныш, я қобызым. 120.000 100 есе өсіп 12 миллионға айналды. Енді бір сілкінсек болды. Фьючерстегі 1 миллион болды, сонымен қазір бары 13 миллион. Аз қалды. 15 желтоқсан 2021 жыл. Жаңа жылға 2 апта қалыпты. Келесі жылға жоспар жасасам, қобызым. Армандарымды жүзеге асырсам, әлемдік сахнада өнер көрсетсем, жақсы жар жолығып үйленсем, 17 желтоқсан 2021 жыл. Қырсық, бір айналдырғанда шыр айналдырған өмір-ай, сәл қалғанда созылып зәрізап болған жүйкем үзілуге шақ қалдау. Тағы да ликвидация, қобызым. Менде қазір қалғаны 1 миллион ғана. Ал ертең қарызды қайтаруым керек. Не істесем екен, 18 желтоқсан 2021 жыл. Таптым не істейтінімді. Тәуелсіздік күнінде мен де тәуелсіз боламын бәрінен. Ақшадан да, қажыған жүйкеден де, сүреңсіз өмірден де азат боламын. Көк жүзінде еркін қалықтаған құстай ұшамын қазір. Өмір спектакль. Біз актермыз. Дәл қазір менің өмірімде дамп. 9 этаждан төмен қарай.
Күнделік осы жерден аяқталған. Қазір ғана келген сот медициналық сараптама нәтижесін қарап шыққан Бауыржан Сержанұлы шешілмеген түйінге тап болды. Пәтердегі саусақ іздері екеу. Пистолеттегі саусақ ізі қайтыс болған адамға тән. Қаламда 2 адамның саусақ ізі бар. Базада ол саусақ іздеріне тән ақпарат жоқ. Мәйіт бірнеше жерден, бастан қатты соққы алғанға ұқсайды делінген. Күнделікке қарасаң, өзіне қол жұмсаған сияқты. Енді 19 желтоқсан Америкаға ұшатын рейстен бірнеше адам қалып қойған екен, соларды тексеру керек. Тергеу жалғасады.